Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен қысқа лечо салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Енді өте керемет салаттардың бірі. Ең алдымен осындай қызыл домалақ, жаңағы сулы помидор болса өте керемет. Осыларды жақсылап тұрып жуамыз, және де керек емес құртылып кеткен жерлерін аламыз да осындай 3-4 бөліктерге бөлеміз. Жаңа мясорубкамыздың аузына кіретіндей етіп бөліп турап алатын боламыз. Мен осылай тазалағаннан кейін барып таразыға тарттым. Сол кезде 10 килограмм шықты, және де осындай мясорубканың көмегімен барлығын тартып аламыз. Міне осылай мясорубкадан өткізіп алдық. Енді келесі кезекте мына жаңағы помидордың ішінде дәндері және қабықтары болады. Солардан арылтып помидордың согын жасап аламыз. Яғни осындай хозтовар сататын жерде осындай қызыл сетка сатады. Осындай қызыл сеткаға шетінен осылай құя отыра сок жасап алатын боламыз. Міне видеода барлығы сізге анық көрсетілген. Тура осылай жасасаңыздар тез әрі оңай болады. Міне осындай сок болады, ешқандай да қабығы, дәндері өтіп кетпейді, және де осындай қабық дәндер бізге қажет емес, оларды тастай беруге болады. Міне барлығын осылай сок жасап алдым. Енді келесі кезекте газымызға немесе үлкен қазанға да жасауға болады. Үлкен кастрюльімізді қоямыз, және де майымызды құйып, май қызғаннан кейін осылай жалпақтап, жіңішкелеп туралған пиязымызды саламыз, және де жақсылап қызартып қуырып аламыз. Видео астына барлық қажетті мөлшерлерін тастап кететін болам, сол жерден көріп жасайсыздар. Пиязымызды жақсылап қуырғаннан кейін жаңа дайындап қойған помидордың согын құямыз. Асты қатты отта осы согымыз қайнап шыққанын күтетін боламыз. Согымыз біз қайнағанша басқа да ингредиенттерін жаңа турап дайындайтын боламыз. Бұл жерде бізге қажетті ингредиенттер сәбіз, болгар бұрыш, яғни болгарский перец, свежий укроп, сарымсақ, және де ашты бұрыш, яғни огонек қажет болады. Міне видеода көрсетілгендей сәбізімізді осылай корея күшінен өткізіп аламыз. Сәбізді де осылай тазалағаннан кейін барып өлшедім. Міне бұны корея күшінен өткізіп дайындап алдық. Енді келесі кезекте болгар бұрыштарын дәл видеода көрсетілгендей үлкенірек 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осы кезде біздің согымыз осылай қайнап шықты, және де астын баяулатып орташа отта қайнаған уақытпен санағанда 15 минут қайнатып аламыз согымыздың өзін. Осылай қақпағын қиғайлап жауып қойыңыздар. Кейін укропымызды, чесногымызды және ащы бұрышымызды да видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Чесноктарымыз үлкен болса, ортасынан бір бөліп осылай жұқалап турайсыздар. Кішірек болса, онда жаңағы жұқалап турай беруге болады бүтіндей. Ащы бұрыштарымызды да осылай жіңішкелеп турап шығамыз. 15 минут қайнағаннан кейін үстінен корея күшінен өткізілген дайындап қойған сәбізімізді саламыз, және де осы кезде тұзын салып, тұзын татытып алыңыздар.
міне жақсылап тұрып араластырып, қақпағын қиғайлап жауып, қайнаған уақытпен санағанда 25 минут қайнатасыздар. 25 минуттан кейін жаңағы болгар бұрышын саласыздар. Болгар бұрышын салғаннан кейін жақсылап араластырасыздар. Қайнаған уақытпен санағанда 15-20 минут қайнатасыздар тағы да. Тұзын көруді ұмытпаңыздар. Қақпағын міндетті түрде қиғайлап жауып қоясыздар, орташа отта қайнайды. 20 минут қайнап шықты. Енді үстіне қантын, жаңағы түйіршіктелген қара бұрышымызды, лавр жапырағын, және де укроп, сарымсақ дайындап қойған соларымызды, және де бір ас қасық 9% уксусымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Бұларды да 10 минут аралығында қайнатып пісіріп аламыз. Міне осылай қайнайды, 10 минут қайнатып алдық. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді, қыстан күні рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Нанмен зор кетеді. Және де осындай стерильденген 1 литрлік банкілерге құямыз. 2 литрлік банкілерге де құйсаңыздар болады. 1 литрлік банкілер ыңғайлы болғандықтан 1 литрлік деп айтып жатырмын. Және де салатымызды міндетті түрде ыстық күйінде құйып осылай банкі жапқышпен жауып тастайсыздар. Менің банкі жапқышым бұрыннан келе жатқан осындай обычный банкі жапқыш. Осылай жақсылап тұрып бұрап, жақсы жабылғандығын тексеріп аламыз. Өзіміз жылда жасайтын рецепт. Міндетті түрде қорықпай жасай берулеріңізге болады. Барлығын жауып алғаннан кейін үстін жылы нәрсемен жауып, бір түнге қалдырасыздар да жертөледе сақтайсыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.